Ассалаумалейкум. Бүгіндік 2-3 видео жазадым, көңілім толмай, көңілімнен шықпай жатыр. Енді біз қазақты дүр сілкіндіретін, дүр ояндыратын сондай не жасауымыз керек, Шыңғысханды қазақ қылуымыз керек деген, Шыңғысхан қазақ деген стримдер жүріп жатыр. Бірақ Шыңғысхан дегенде ертең мысалы қазақ деген ұғым шықпайды ау деп қорқамын мен. Ең біреулер айтуы мүмкін, бірдемеге қарсы шықтың, сен біреудің бірдемесін көре алмадың. Мысалы, қырғыз деп айтсаң, әр жағында Манас шығады. Қырғыз деп айтсаң, Чингис Айтматов шығады. Мәңгүрт деген сөз шығады. Сондай, неге біз тұлға ма, қалай синоним ба, бірдеме тауымыз керек. Тауымыз керек болғанда бізде былай бар, бірақ соны нақты қолдана алмадық. Бізде төбе тиіп біреуде кетіп қалып, қымыз біреуде кетіп қалып, біз бәрін жоққа шығардық қой. Салт дәстүрді біздікі емес, мен қайталанып жатқан шығар, 41-45 жылғы соғыс біздікі емес. Кім еді? Әнеуіргісі революционер болыпты, біздікі емес, анау біздікі емес. Біз ешкімді де сызып тастамау керекпіз тарихтан. Соны мен айтып жеткізе алмай келе жатырмын. Шоқан анаяққа неткен, мынау мынаяққа неткен. Ол біз тұлғаны көрсетуіміз керек, біздікі екенімізді мойындауымыз керек. Біз онан тек бас тартқаннан басқа ештеңе қалмады бізде. Бәрін сызып тастадық. Енді мен білмеймін, не қалғанын бізде. Ана 31 май алдында айтып кеткен, 31 май қалды бізде. Репрессия күні. Онда ана ерегесіп, ана империяға сен бүйттің деп соған қарсы қойып, мынаяқтан тағы бір тараптар бар, солар соны қойса, өздерінің несі өтеді. Сондай немен сипаттамамен біз содан аспадық. Енді бізде қорқыт бар. Қазақстан жерінде, бүкіл жер бетіндегі мықты жерлер бар, соның бәрі бар. Соны біз сипатталмадық. Шекараны ашсақ, Қытайлар келіп бізге көрсетеді, бірдеме турист келеді деген ұғымменен тағы бірдемелер жіберіп қойдық. Әулие деген не екенін төмендетіп жібердік. Қасиетті жер дегендер бар, қасиеті бар жерлер, оның бәрін тоже туристический хаб қылып жібердік. Хаб дегеннен менің ойымша жаңағы туризмнің дамыту ойыменен, ана Локнесс тема бірдеме деген сияқты бірдемені ойлап, ол қасиетті жерлердің несі, ата-бабадан келатқан қасиеті бар, сондай, соны біз төмендетіп жібердік. Түркістанда шоу көріп қылып жібердік. Мысалы, ондай тұлғалар жоқ, біз дүние жүзінде жоқ. Қорқыт деген, Қожа Ахмет Яссауи деген, тағысын айта берсе көп-ақ, бірақ соны біз не жасалмадық. Жасалмай келе жатырық. Бар затымыздан айырылғаннан басқа біз ештеңе шеше алмадық, ештеңе нете алмадық. Енді айтуыңыз мүмкін, ойбай, сен неге бүйтпейсің, сен неге сөйтпейсің? Иә, мен де қолымнан келмей жатыр, мен мойындаймын. Мойындаймын. Бірақ жайлап мен айттым, Қорқыт жайында, Төретам жайында, Байқоңыр жайында қолдап кеткен, неткен адам болмады енді. Мүмкін мен жеткізе алмаған шығар, мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Бірақ енді қандай қасиетті жерлер бар бізде. Балқаштың өзі. Оған біз ертек тауып алдық, ертекті жаздық, қыз деген бірдеме болған, бір-бірімен қосылмаған, ащы-тұщы бірдеме, содан сөйтіп аттым. Оның бәрі келіспейтін сказка. Или деген
иленді аққандікі, ол өзінің аты бар. Балқаш дегеннен мен білмеймін, тоже бір шал деді, бір қыз деді, бір демеді. Балқаш мысалы уникальный көл, ондай көл дейтін дүние жүзінде жоқтың қасы. Каспий, ол да уникальный көл, ішінде төлені бар, тағы бірдемесі бар. Жоқ, біз дейтін айту қиын. Енді айта кетпеске тағы болмайды. Енді жұртқа күйе жаққан емес, бір нетуіміз керек қой. Мысалы Беташардың бәрін тасталған қылдық, жаназа, оның бәрі ойыншық болып кетті. Бірдеменің білмеймін, жын шайтанның ойыны болып кетті, шынын айтқанда бар ғой. Сосын ол итстартқа түсті. Мұсылмандар біздікі дейді, аналар тәңіршілер оны біздікі емес дейді, біреулер ол бір тәңіршілер біздікі дейді. Неге мойындамасқа ондай нелер дүние жүзінде жоқ, ондай ұғым, ондай көзқарас, ондай сказка дейінші құрсын. Енді мен енді айта шаршадым деп айтпай-ақ қой. Мен тиктокқа шыққанымда көп болған жоқ, бірақ енді тиктокта болмаған жерлерді айтып жүрдім оны, бірақ бізде күлкі, келемеш, тағы бірдеме сондай бір керемет ходтарды тауып алған. Сондай жағымсыз бір іс-әрекетке көшіп кеттік. Сондықтан қазақ екенін біліп, қазақта қандай қасиет бар екенін мойындап, қырғыз қазақтың бір культуралары ұштасатын жерлері бар. Бірақ қырғызда жаңағы Манас десе, ол Манасты бірақ кім шығарды дүние жүзіне? Қырғыздардың еңбегі емес ол. Қырғыздардың нәтижесі емес. Оны ең біріншіден Шоқан Уәлиханов шығарды. Кашқарияға кетіп баратқанда жазып алып, бір вариантын әкеліп нетіп, содан ол бірдеме переводқа француз тілінде, тағы бір тілде шығып, қырғызды танытқан қазақ. Бірақ енді қырғыздар сол Манасыменен дүние жүзіне танымал болып кетті. Одан кейін оны Мұхтар Әуезов шығарды. Соғыстан кейін шығар, жаңылыспасам. Сондай жаңағы ескінің бірдемесі деп жой жібереміз деп отқанда, ол жаңағы бір бағдарлама жазып, материалдар жазып, соны қорғап қалды. Ал бізде Қобаланда бар, Қыз жібек деген мықты кино бар. Ол 3 сериясы кезінде, Совет үкіметінің кезінде оны шығарған режиссерға мыңда бір рахмет айтуымыз керек, мыңда бір нетуіміз керек. Бірақ біз одан айырылып қалдық. 3 сериясы шыққан жоқ, жаңағы неткен жоқ, пропагандический өткен жоқ. Абай деген бізде ғұлама бар, мықты. Оның да несі өтпей тұр, бірдеме, оны былай тартып, жаңағы бір екі ортаға тартылымда жүрген көкпарға түсіп кеткен бірдемелер. Шекәрім, Абай, тағысын тағы, Олжас Сүлейменов, ол тағы бар. Қылышын сүйретіп тұрған заманда, Қызылдың әмірі жүріп тұрғанда, сондай еңбек жасап, дүние жүзін сілкіндіретін, дүние жүзінің отаршылы халықтың біздің неміз деп тұрған затты оны мойындатады. Ол екі тілді бағдарлама, екі түрлі халықтың несі туындысы екен. Ол бір шеті бізге келіп тұр, біз соны әлі алған да жоқпыз, берген де жоқпыз. Бізде бәрі солай, двухзначный. Екі неде, мысалы, Әл-Фараби алдында да айтып кеткен, мен Әл-Фарабиді бізге беріп те жағыртпады, алып та қоя алмай отыр. Ал енді соны біз осы поколенде содан айырылып қалсақ, бізде ар жағымызда қалмайды. Мен алдында Рахим дейтін генерал Өзбекстандағы бір памятник қойып, одан кейін памятникті алып тастап, онда да айтып кеткенмін. Отан соғысының ардагерлерінің бәрінен біз отказ бердік. Неге отказ бердік дейші? Бір лента мәселесі. Екіншісі бессмертный полк. Оған біз қарсы қойып, бірдемені өзіміздікін көрсете алмай отырып. Аналарды шығарған үшін жоқ, жаңағы қалай бәрін жоққа шығарып сызып тастап отырып. Мен алдында да айтқанмын, лентсіз бола берсінші, болсыншы сол ленті құрсын. Бірақ біз қарсы оған бірдеме қойып, оны бізден өзіміздікін асыра түсіп,
соғыста болған ветерандарымыздың, геройларымыздың, мысалы жақында дүние жаңа Алияның 100 жылдығы өтті. Шығыстан шыққан қыздардың геройлығы бәрі қазақ. Хиуаз Доспанова, Манчук Моментова, Алия Молдагулова, Халида Маманова, бір паровоз айдаған қыз бар, танкистері бар. Соның бәрін біз сызадық, бір өздерімізге рейтинг жинау ма, тағы я бір рулас бірдемелеріміз болса, сол кезде шығарамыз да, содан қайтадан сызып. Соны біз қашан қоямыз? Енді мен қысқа видео жазайын дедім, ұзын видеода пайда жоқ, қысқасынан да пайда жоқ. Сондай бренд болатын ба, бір нелерімізді. Кочевая культура. Әлі күнге дейін оны дүниежүзі мойындап тұр. Мықты культура болған. Шыңғысханға жабысып жатыр қазір енді. Шыңғысханды да мен аламыз деп сене алмаймын, шынымды айтайын. Біреулердің контраргументтері болуы мүмкін, ертең архивтен шығарады да былш еткізіп ұрады. Сосын сенің бүкіл версияң бәрін тасталған қалады. Оған бізде тек бер жағында нетіп жатыр, контраргументті біз қоя алмаймыз ба деп қорқам. Енді бар шығар біреулердің контраргументтері дайындап жатқан. Тузы за пазухом деген сияқты козырный бірдемелер. Бірақ ол да ойнамай қала ма деп қорқам мен. Мен Тартария дейтін картаға кірген не бар? Тартар деген. Мала деп аударылады, иә, мысалы. Мала куча мала дегенге келуі мүмкін. Ол қазір континент болып жатыр, целый континент. Аз ия дейді. Аз деген тоже маленький, мало, не хватает деген келеді. Ие бол, азға ие боламыз деп біздің бабаларымыз бәленбай континентті ие қылып алған. Евразийский континент дейтін бар қазір. Соның түпнұсқасын қарасаң, ешбір ұлт, ешбір не, оны несі қайдан шыққан сөзін айта алмайды. Қазақтың алдында тұр, аяқ астында жатқан заттарды біз қолдан беріп қойып отыр. Ертең оны білмеймін, кімдер меншіктеп кетуі мүмкін екен. Біз қазір ананы айтуға болмайды, мынаны айтуға болмайды. Ананы айтсақ, анау ренжейді. Ананы қозғасақ, анау ренжейді. Мен айтып тұрмын ғой, бәрін айту керек. Бәрін айту керек. Ол жасырынғанмен іштене біз ар жағына іштене аша алмаймыз. Сосын соның ішінен іріктеп, өтіріктерін алып тастап, содан кейін барып алға. Бірақ енді бізде қорқыт, жер бетіндегі жаңа қандай не бар жердің нелері, оның бәрі бар. Бізде бәрі бар, бәрі. Конопля бар, космодром бар, полигон бар. Тағы не бар білмеймін, әйтеуір бүкіл таблица Менделеева бар. Бірақ енді былай айтсам, қатты кеткендей боласың енді. Бәрі бар да ақыл жоқ сияқты ол көрінеді. Ал ақылда болды бізде, бәрі болды. Жаңағы данышпандарымыз да болды. Ол тек бер жағынан қозғағанда емес, әр жағындағы данышпандарда. Түбін қазып келсе, қазақ даласына келеді солардың бәрі. Енді айта берейін десем, жеткізе алмайын ба деп қорқам. Көп сөйлесең тағы бәле. Бірақ енді бір мыналар сызып қойып едім. Тартарды айтып кеттім. Бейбарыс, мысалы Шыңғысханды біз моғол деп жатыр, түркі деп жатыр, қазақ деп жатыр. Шыңғысханның мемлекеті қазақ салтпенен, қазақтың дүниетанымымен қалыптасқан мемлекет. Шынына келгенде. Енді біреулер шамал таласуы мүмкін, анасы мынасы бізде де бар деп. Бірақ негізгі фундаменті біздікі. Өйтіп айта келетін болсақ енді, жаңа Шыңғысханды мойындатып бүйтіп қалсақ, мойындауымыз керек. Бірақ ар жағында мысалы бейбарыс бар. Бейбарысты Қыпшақ даласынан шыққан құл дейді, бәлен дейді, ол тағыз неге келмейді жаңағы. Ой, тұжырымға келмейтін зат олай айтқанда. Ол сояқта халық болған қазақтар Қыпшақ даласынан Шыңғысханнан қашып кетті ма, оның алдында кетіп барып орналасып тұрып қалды ма,
содан сояқта өз салт дәстүрін жоғалтпай, өз келбетін жоғалтпай, солар билікке жетіп, бейбарысты қазақ екен көбі мойындайды, Қыпшақ дейді. Бірақ Қыпшақ емес ол, Беріш. Мен қателесуім мүмкін. Сол мәмлүктерді басқарып, целый Египет па соны басқарып Қыпшақ, Қыпшақ даласынан шыққан бұл енді Қыпшақ империясы. Қыпшақты біздер дейтін Шыңғысхан болмағанда Қыпшақстан болып кететін еді, үйтетін еді. Біз болмайтын еді Қыпшақстан. Ол біз айналып келгенде түбінде сол қазақ болатын едік. Қалай алынды? Ол қазақ деген ұғым 16 ғасырда, 14 ғасырда тап болған зат емес. Ол ар жағында бар. Соны мен айта жеткізе алмай келе жатырмын. Мүмкін сауатым жетпейді шығар, мүмкін наданмын шығар. Енді Шыңғысхандарды төре тұқымы, төре деген ру тарады Шыңғысханнан, шынына келгенде. Ол Қият деген рудан болды өзі. Біреулер айтады, бір жеген руынан тарады, үйтті дегенде айтады. Бірақ Қият деген руды қи, среж, ат, стреляй, Қият, пожертвует, не жалко дегендей бірдемелер деген переводымен келеді. Төре деген судья, главный, не дегенге келеді. Енді түркмендер неге? Түркмендер төр менікі дейді. Сондықтан түркмендер түркмен болып аталады. Төрден айырылмай отыр олар. Түркмен төрін бермейді деген қазақты мақалы бар. Біз қазақтың сипаттамасы мен алдында айтқан, бірақ менікі дұрыс болмауы мүмкін. Бірақ біз соған келмесек, Қорқытты, тағы бір Адай күйін, Құрманғазының, мысалы Адай күйді Адайдың күйі деп айту, бұл мысалы Адайлар түркмендермен соғысып атқан екен, кетелермен соғысып атқан екен. Ол мінездеме көрсететіні, қазақтың мінезін көрсететін күй. Оны біз Адай күй деп енді Құрманғазы шығарды, оны мен жоққа шығармаймын. Бірақ сол күйді қазақтың киімі ретінде, қазақтың не классының киімі, қазақтың мінезін көрсететін Ақсақ Құлан деген жаңағы күйлерді, соны біз шетел естігенде, басқа ұлт естігенде, дүретіп қазақтың аты шығатын ар жағында қазақ екенін көрсететіндей, Манаспенен қырғыз, Чингис Айтматовпенен қырғыз, Маңғұтпенен қырғыз деген ұғымдар пайда болатындай, сондай дәрежеге жетуіміз керек. Ондай дәрежеге біз жету үшін сондай нені тауымыз керек. Общий, объединяющий қазақтарды. Оған мысалы жаңағы қай рудан екен білмеймін, енді оның руын тауы мүмкін, Қорқыттың бір руына. Сондай Қорқыт деген ненің ұлдануымыз керек шығар. Ал далбаса сөйлей жүрмейін, осыменен тоқтайын. Ойымды жеткізе алсам жақсы, жеткізе алмасам өкінішті. Ал сау саламат болыңдар. Кездескенше. Эмоциямен айттым ба деймін, бірақ енді жалпы солай.